Келесі біздің мәтініміз Reading Literacy ағылшын тілінен оқу сауаттылығы. Мына мәтінді бір қарап алыңыздар. Мәтінді толық оқып өзіңіз бір көз жүгіртіп аласыздар. Келесі сұрақтарға мән береміз. Сұрақтардың мен жауаптарын көрсетіп қойдым. Бірден сұрақтардың жауаптарын көріп, осы жерде есте сақтап алуға болады. Мына жерде егер сенімсіз болсаңыз, сұрақпен сіз келіспейтін болсаңыз, то есть сұрақтың жауабымен, онда сіз мына жерден мәтіннен қарап алуыңызға болады. Мәтінді бір көз жүгіртіп оқып шығасыздар. Мен енді мәтінді оқып уақыт алмай қояйын, сіздер оқи алады деген сенімдемін. Келесі сұрақ. The booking office is. Booking office дегеніміз не дейді? Бұл жерде жауап the place where you can buy tickets. Яғни сіздің билет сатып ала алатын жеріңіз. Booking office деп аталады. Екінші, to leave something behind means. To leave something behind means to forget. Тыңдай отырып, қарай отырып, есте сақтауға тырысыңыздар. Келесі үшінші сұрақ. The woman decided to go to Great Britain by plane because әйел адам Ұлыбританияға ұшақпен ұшамын деп шешті. Себебі жауаптар тұр мына жерде. Дұрыс жауап. She wanted to get there as soon as possible. Сіз осы жауапты таңдауыңыз керек. Жауабы не дейді? Ол барынша тезірек жетуді қалады. Сондықтан ол ұшақпен баруға бел буды. Келесі false statement, төртінші сұрақ. Қате сөйлем білесіздер. Қате сөйлем деген сөз. Бұл жерде мәтін бойынша қате сөйлем есте сақтап алыңыздар. The little dog was taken by her because she was attached to it. Осы сөйлемді есте сақтап алыңыздар. Қалғандары мәтін бойынша дұрыс сөйлемдер. Because she was attached to it дегенді ұмытпаңыздар. Келесі бесінші сұраққа келдік. The true statement. Мәтін бойынша дұрыс жазылған сөйлем. The destination chosen by the French woman was London. The passenger who was sitting near her told her pleasant news. Жоқ, ол дұрыс ақпарат берген жоқ. Жағымды жаңалық айтқан жоқ. She decided to take the cat. Жоқ, cat емес, dog алып жүрді ол. She didn't know how much time. Жоқ, білді ол 2 сағат екен. Her luggage was heavy and she decided to order a taxi in advance. Жоқ, бұл ответ дұрыс емес. Ответ бізде A варианты дұрыс. The destination chosen by the French woman was London. Яғни қайда барғысы келді ол? Лондонға барғысы келді. Осы ответ дұрыс, яғни A вариант. Келесі, what unpleasant news she did hear from the passenger in the plane. Қандай жағымсыз жаңалық естіді? Ол жағымсыз, оның естіген жағымсыз жаңалығы, ол жаққа итті өзімен бірге алып жүруге болмайды деген жаңалық еді. Қазір осы жерден табамыз. Bad weather емес, жоқ, not hospitable емес, кешігіп қалды емес. Міне, ол D жауабы дұрыс. Didn't let foreigners to bring dogs to Great Britain. Шетелдіктерге ит алып жүруге болмайды деп айтты. D жауабы бізде дұрыс болады. Келесі жетінші бізде the customs officer found out that the woman brought the dog to Great Britain because қалай болып қалды дейді, әйел адамның итті өзбен бірге алып кетқан. Так, бұл жауап бізде мына жауап дұрыс. B жауабы дұрыс. It was hanging down below your coat. Оның пальтосының шетінен шығып тұрған, соны көріп қалған. The woman didn't know what to do because не істерін білмеді, себебі. Бұл жерде жауап because the passenger told her unpleasant news. Себебі пассажир, яғни өзімен бірге келе жатқан пассажир, не деді, жағымсыз хабар айтты. Себебі итті алып жүруге болмайды деген. Так, 9-шы found out means. Found out деген қандай мағына береді? To understand. Түсіну деген мағынаны білдіреді екен found out. 10-шы сұрақ. The story is about. The story is about an amazing case in the customs house. Яғни мәтіннің тақырыбы customs house, мына жерде міне көрсетілген the customs house деп, яғни әңгіме сол customs house-тағы an amazing case, яғни қызықты оқиға немесе қызық жағдай, забавная история деп алуға болады. Неге забавный? Себебі әйел адам итін жасырып өткісі келді, бірақ ол пальтосын
шетінде салбырап көріп тұрғаннан кейін итті байқап қойды. Ондай жағдай көп бола бермейтіні белгілі. Келесі looking for a job мәтіні бойынша тағы да мәтінді бір қарап шығамыз, бір көз жүгіртіп қарап шығамыз. Неге? Себебі қазір мен жауаптарын айтамын. Жауаптарды тыңдай отырып, оқи отырып, есте сақтап алуға тырысасыздар. Егер де күмәнданған жауап немесе сұрағыңыз болса, мәтіннен тағы бір қарап шығу үшін мен міне мәтінді осылай салып қойып отырмын. Оқып уақыт алмай қою үшін тек қана бір мәтінді көз жүгіртіп look through жасап алсаңыз болады. Бірінші сұрақ, the character studied at. Кейіпкер қайда оқыған? Кейіпкер public school, қоғамдық мектепте оқыған. Есте сақтап аламыз, C варианты дұрыс. Келесі сұрақ, to be at a loss means. To be at a loss дегеніміз қандай мағына береді? To be in confusion, яғни шатасып бір нәрсенің дұрыс емесін таба алмай шатасу, быть в замешательстве деп айтамыз орысша. Яғни жауабын белгілейсіз. Егер осы сұрақ келсе, to be in confusion. Келесі үшінші сұраққа келді. The only person working in his family was. Оның отбасындағы жұмыс жасаған бірден бір адам father, яғни әкесі. Келесі the false statement. Қате сөйлем. Қате сөйлем бізде C варианты. He wasn't impressed by the words of man talking about struggle for a better life. C вариантын таңдайсыздар. Келесі true statement. Дұрыс сөйлем мәтінге байланысты. His family couldn't afford to pay his study. Оның отбасы не істеуге күші жеткен жоқ, оның оқуының ақшасын төлеуге. Miss Barry encouraged him to continue his education. Қалай оны оқуын жалғастыруға ынталандырды дейтін болсақ, бізде B жауабы. She gave him books. Оған кітаптар беру арқылы. Жетінші, according to the text, he hated books presented by Miss Barry because. Мәтін бойынша ол жек көрді Miss Barry'дің жаңағы таныстырған кітаптарын жек көрді. Неге? Себебі they were lies and were different from life. Себебі ол жақта не болды? Ол жерде көп өтіріктер көп болды ол кітапта, және were different from life. Кәдімгі шынайы өмірден өзгеше басқа болды. Сондықтан бізде ответ C. There were lies and were different from life. What episode helped him to change his life? Оның өмірін өзгертуге қандай эпизод көмектесті? Жауапты таңдайсыз. A man speaking about the struggle for a better life. Осы жауапты таңдайсыз. Келесі. Бізге автор не айтқысы келді, не айтуға тырысты деген сұрақ келсе, about the hardness of studying with a lack of finance. Ақшаның жетіспеушілігінен усердно оқу, тынбай оқу деген сол туралы айтқысы келді. Келесі, the main idea of the text is. Негізгі идеясы қандай текстің? Failure is success in progress. Егер де сен құласаң, ол сенің болашаққа жетуіңе, және жетістікке жетуіңе деген қадам дегенді білдіреді екен. Яғни осындай жауапты таңдайсыздар. Сәттілік.